Сәлем балалар, жаратылыстану 2 сынып, тақырыбы тәжірибе дегенне 3 сабақ. Жоспар бойынша тәжірибе жүргізді, тәжірибе нәтижесін кестеге жазып үйренесің. Қуаныш пен Айсұлу лимонның суға бататын немесе батпайтынын анықтау керек болды. Ол үшін олар бақылау жүргізді. Жартысы ашылған мандарин суға батпады. Неліктен? Мандаринде қалған қабықтың бөлігі оны суда ұстау үшін жеткілікті. Бақылау дегеніміз бұл құбылыстар мен заттарды тікелей немесе арнайы құралдар арқылы қарап, тыңдап, сезіп, олардың қасиеттері мен өзгерістерін анықтау тәсілі. Ол арқылы біз нені көріп, естіп, немесе сезіп тұрғанымызды белгілейміз. Тәжірибе сынама деген мағынаны білдіреді. Ол табиғатты танып білудің арнайы жабдықталған жағдайда жүргізілетін әдіс. Эксперимент зерттеуші ерекше жағдай жасайды, ал бақылаушы зерттеуші табиғи ағымына кедергі жасамайды. Тәжірибе барысында орындалатын кезеңдерді зерттеу. Болжам және де мына жерде мақсатын, жоспарын барлығын жазып, мен тәжірибе барысында мынандай нәтижеге жеттім деген сұраққа жауап беру. Алдымен мақсат қойылады, негізінен не білгің келген, немесе неге жауап іздейтінді анықтау. Мысалы, лимонның суға бататын немесе батпайтынын анықтау болады. Болжам, бұл тәжірибе нәтижесі туралы ғылыми негізделген жорамалымыз. Мысалы, егер лимонның қабығында ауа болса, онда ол суға батпайды. Қажетті заттар неге керек? 2 стакан су, қабығы ашылған, ашылмаған лимондар. Жоспар жасап аламын. Жаңа 2 стаканға бірдей су құйып, 1 лимонды қабығымен салу, 2 лимонды қабығын ашып салу. Тәжірибе жасау, жаңа лимонды суға салып, олардың қалқып тұрған немесе батқанын бақылау. Жазу, осы деректер бойынша ұйымдастырған болу керек. Бұл нәтиже талдауға мүмкіндік береді. Тәжірибе нәтижесіне сүйеніп жасалған тұжырым. Бұл кезде бастапқы болжам дұрыс немесе бұрыс екенін анықтаймыз және неліктен олай болатынын түсіндіреміз. 3. Қуаныш пен Айсұлуға тәжірибе жүргізуге көмектес. Жоспарды толықтыр. Лимонның суға бататын не батпайтынын анықтау. Яғни бұл жерде біз лимонды не батады, не батпайтын туралы бақыладық. 2 стакан су, 2 лимон, 1 лимонның қабығы ашылған, жаңа айтып өттік. Бақылау, 1 лимонды қабығы ашылмай лимонды суға салады, 2 лимон қабығын ашылған суға салады, екеуін салыстырады. Түсіндірме бойынша лимонның қабығында ұсақ ауа қалталары бар. Бұл ауа қалталар лимонды жеңілдетіп, оның су бетіне қалықтап тұру мүмкіндік береді. Айсұлу мен Қуаныш бақылау арқылы анықтай алды. Яғни бізде кімдікі дұрыс екен, Айсұлудың болжамы дұрыс болды екен. 4. Тәжірибе жүргіз, мақсатын белгілеп, болжамыңды ұсын. Тәжірибе мақсаты әртүрлі материалдан жасалған заттарды магниттік қасиеттерін анықтау. Магнитке тартыла ма, тартылмай ма? Батырма, егер батырма металдан, яғни темірден болса, ол магнитке тартылады. Егер пластиктен болса, ағаштан жасалған болса, тартылмайды. Қағаз қыстырғыш, жаңа жерде неге сөйлетті, батырма, қағаз қыстырғыш. Әдетте никель немесе темір сияқты материалдан жасалады, сондықтан олар магнитке тартылуы тиіс. Резинке топ, резинкенің магниттік қасиеті жоқ, сондықтан резинке магнитке тартылмайды. Жоспар жасау, тәжірибе жасау, нәтижесін жазу, содан кейін қорытындылау балалар. Қауіпсіздік шараларын есіне шығарма балалар. Тәжірибе жасаған кезде ең басты қауіпсіздік сақтау. Ол жерде керекті құралдар дайындау, нұсқаулықты оқу, құралдардың дұрыс істейтінін қарап алу, көзілдірік кию, қолғап, оларды электр құралдарын су қолмен ұстамау, өткір заттарға абай болу, химиялық заттар иіскеуге, дәмін көруге болмайды. Жұмыстан соң барлық заттарды орнына қою, қолды сабынмен жуу, қалдық заттарды қоқысқа тастау. Өзіңді тексер, айдар бойынша тәжірибе дегеніміз не деген сұраққа біз бүгін жауап бердік. Сабақ аяқталды.